Табиғат жанашыры Дамиан Еспинол күтпеген жерден Квиби атты кішкентай маймылға тап болған. Эколог горилланың баласын асырап алып, өз үйінде өсіреді. Алайда екіге толған ересек жануарды еркіндікке жіберуге мәжбүр болды. Араға 5 жыл салып, Дамиан ескі досына қонаққа барды. Бұл өте қауіпті сапар болатын. Өйткені ұзақ уақыт жабайы аңдармен өмір сүрген Квиби оны тарпа бас салуы да мүмкін еді. Ал маймыл бұрынғы иесін бірден танып, қуана қарсы алған. Тіпті жолға жиналған экологты өзенге дейін шығарып салады. Ең қауіпті жыртқыштардың бірі бенгал жолбарыстарын қолда ұстайтын Дженнис Хелли үшін олардың кәдімгі мысықтан айырмасы жоқ. Азаматша сүйікті жануарларын өз баласынан кем көрмейді. Жолбарыстарына күніне 3 мезгіл ет беріп, бірнеше сағат бойы далада ойнатады. Ал аңдар иесімен құшақтасып ұйықтағанды ұнатады екен. Марк Думас ақ аюлармен достасқан жалғыз адам. 16 жыл бұрын Эгги есімді қонжықты сатып алған аң үйретуші аюдың мінезі бияз екенін айтады. Оны таспаға түсіргісі келетіндер де көп дейді азамат. Жануар иесімен алысып ойнағанды, бірге бассейнге түскенді ұнатады. Бірақ бөтен адамды аса жақтырмайды екен. Ал өзіміздің қазақ даласында қасқыр асырау сәнге айналған. Бөрі бағушылардың бәрі оларды лайкасынды иттермен будандастырып, тұқым асылдандырмақ ниетте. Солардың ішінде танымал журналистер мен әншілер де бар. Кейбірінің төбеттері төлдеп үлгерген. Айтуларынша түз тағысының алғырлығы мен ақылы, иіс сезгіш қасиеті иттерге қарағанда анағұрлым жоғары екен. Алайда бөлтірікті қанша бауырға бассаң да орманға қарап ұлитынын ұмытпау керек.